Hi everyone! Бүгін біз there is, the right ден өтеміз. Ол бар, тұр, жатыр, ілулі түрде деген мағынаны білдіреді. There is деген ол жекеше түрде қолданылса, there are көпше түрде қолданылады. Ең алдымен біз предлогтарды қайталап өтейік. Бірінші, in ішінде, on үстінде, under астында, next to жанында, behind артында, in front of қарама-қарсы, between ортасында. Енді мысалдарды келтірейік. There is a carpet on the floor. On the floor еденнің үстінде. On деген үстінде, floor деген еден. There is бар, a carpet кілем. Яғни еденнің үстінде кілем бар. Егер де біз ағылшын тілінен қазақ тіліне аударатын болсақ, ендеше сөйлемді соңынан бастап аударамыз да, сол кезде сөйлеміміз дұрыс шығады. Енді келесі сөйлем. There are books on the shelves. Сөреде, яғни сөренің үстінде, there are бар, books кітаптар. Сөреде кітаптар бар. There are posters on the wall. Қабырға деген ол үстінде болып кетеді, сондықтан да on деген предлог қолданылады алдында. On the wall қабырғада деген мағынаны білдіреді. There are бар, ілулі тұр дегенді білдіреді. Posters картиналар, яғни қабырғада картиналар ілулі тұр. There is a bed in my room. Менің бөлмемде төсек бар. There is a bed. There are two windows in the living room. Орта бөлмеде, яғни холлда деп living room деген солай аударылады. Two windows, екі терезе бар. There is a book on the table. On the table, үстелдің үстінде. There is a book, кітап бар. Бірінші біз жекеше түрде мысалдар келтіреміз. There is a tree in the garden. Бақшада бір ағаш бар. Дегеніміз жалпы бір деген мағынаны білдіреді. There is a spoon in the cup. Кружкада бір қасық бар. Енді көпше түрде. There are books on the table. Үстелдің үстінде кітаптар бар. Books көпше түрде болғандықтан there are болады. Егер де book болған жағдайда, бірінші мысалды қараңыздар, there is a book болады неде? Келесі, there are trees in the garden. Бақшада ағаштар бар. Яғни көпше түрде s жалғау жалғанады. Books, trees, spoons, s жалғау жалғанады. Кітаптар, ағаштар, қасықтар болып аударылады. Үшінші сөйлем. There are spoons in the cup. Кружкада қасықтар бар. Сұралу сөйлем қалай жасаймыз? Сұралу сөйлем өте оңай. To be етістігі алдына қарай шығып кетеді. Яғни are және is етістіктері, көмеш етістіктері алдына қарай шығып кетеді. Мысалында, is there a book on the table? Үстелдің үстінде кітап бар ма? Жауап берген кезде, yes, there is. Я бар. Егер де жоқ деп жауап беретін болсақ, no, there is not. Is there a tree in the garden? Бақшада ағаш бар ма? Is there? Жай ғана there is-дің орны ауысып кетеді да, is-ді алдына қарай шығарып жібереміз да, there екінші орынға түсіп қалады. Сол кезде уже сұралу сөйлемге айналып кетеді. Үшінші сөйлемде, is there a spoon in the cup? Шынаяқта қасық бар ма? Енді көпше түрдегі сұралу сөйлемге қарайық. Яғни there are етіне кәдімгі болымды сөйлемде. Ал сұралу сөйлемде уже are алдына шығып кетеді да, are there болады. Are there books on the table? Үстелдің үстінде кітаптар бар ма? Are there trees in the garden? Бақшада ағаштар бар ма? Are there spoons in the cup? Шынаяқта қасықтар бар ма? Жауап берген кезде, yes, there are. Я бар. No, there aren't. Жоқ. Is there, are there? Is there a chair in your room? Сенің бөлмеңде орындық бар ма? Yes, there is. No, there is not. Я бар. Жоқ,
орындық жоқ. Енді көпше түрдегі are there chairs in your room? Сенің бөлмеңде орындықтар бар ма? Яғни chairs көпше түр are болып кетеді, сәйкес. Yes, there are. Жауап берген кезде no, there aren't. Болымсыз сөйлем жасау. Болымсыз сөйлемде сіздер білетіндей not келеді. There is a book деген сөз кітап бар болса, енді there is not қойсаңыздар, енді болымсыз сөйлем болып кетеді. Мысалында, there is not a book on the table. Үстелдің үстінде кітап жоқ. There is not a tree in the garden. Бақшада ағаш жоқ. There is not a spoon in the cup. Шынаяқта қасық жоқ. There are not books on the table. Үстелдің үстінде кітаптар жоқ. There are not trees in the garden. Бақшада ағаштар жоқ. There are not spoons in the cup. Шынаяқта қасықтар жоқ. Яғни not деген етістігі, not деген сөз to be'ден кейін келеді екен. There is not, there are not деп.